Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді және де тез дайын болатын дамский пальчикидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды, сары майымызды, шым-шым тұзымызды және де қантымызды салып, майымыз толық ерігенше от тастайтын боламыз. Майымыз еріп, енді қайнайын деген уақытта оттың астын баяу қойып, ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, үнемі араластырып отыратын боламыз. Қайнатпалы қамыр дайындап алатын боламыз. Қамырыңыз неғұрлым құрғақ болса, соғұрлым жақсы. Сол кезде арасы жабыспай толық пісетін болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді бөлек ыдысқа салып, толық суытатын боламыз. Толық суыған соң жұмыртқамызды бір-бірден қосып, миксермен немесе венчикпен араластырып алатын боламыз. Миксермен араластыру міндетті емес, венчикпен немесе вилкамен де араластырсаңыз болады. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қазақша футболктың дамуына өз үлесіңізді қоссаңыз. Рахмет. Мінекей осындай сұйықтықта болуы қажет. Ал енді пакетімізге құйып алатын боламыз. Мен осындай жылжыша формасын пайдаландым. Номері 57. Өте әдемі болып шығады. Мінекей осылай салып алатын боламыз. Достар, мен артель пешіне пісірдім. Бұл десерт әртүрлі духовкаға байланысты әртүрлі уақытта пісетін болады. Мен артель пешіне 200 градусқа салып 20 минут және де 180 градуста 7 минуттай пісіріп алдым. Ал енді кремін дайындаймыз. Креміне мен осындай президент қаймағын пайдаландым. Қаймақты және де қантты қосып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қалдыратын боламыз. Қантымыз толық еруі қажет. Мінекей достар, пісіп шықты, ортасы да толықтай піскен. Қараңыздар. Әрқайсысын алып, жаңағы дайын болған қаймақты кремімізге аунатып алатын боламыз. Дәл осы менің рецептімен жасайтын болсаңыз, 2 десерт шығатын болады. Бетіне әсемдік үшін шоколадты ерітіп қостым. Сіздер қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Достар, егер де менің видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.